Жетісай аудандық полиция бөліміне медициналық мекемелердің бірінде жұмыс істейтін жергілікті тұрғын арызбен жүгінді. Жәбірленушінің айтуынша, белгісіз ер адам оны қорқыту арқылы 2 миллион теңге бопсалаған. Бұл жайтты полицейлер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194 бабы 1 бөлігі бопсалау бойынша Жетісай аудандық полиция бөліміне тіркеді. Қылмысты ашу мақсатында Түркістан облысының полиция департаментіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының және Жетісай аудандық полиция бөлімінің криминалдық полицияның тәжірибелі қызметкерлері қатарынан жедел тергеу тобы құрылды. Полицейлер күдіктіні 1,5 миллион теңгеге жуық ақшаны алған кезде анықтап ұстады. Ол Жетісай ауданының тұрғыны болып шықты. Қазіргі уақытта бопсалау жайты бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті қамауда. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталды.